Сәлеметсіңдер ме? Құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бүтін сандар, рационал сандар. Натурал сандар дегеніміз санау кезінде қолданатын сандар. Белгіленуі n ағылшын әрпінің, оған бірден бастап ары қарай шексіз сандар кіреді. Сандар туралы ұғымның дамуына байланысты ноль саны мен теріс сандар пайда болды. Бұл сандар натурал сандар қатарын толықтырды. Анықтама: бүтін сандар дегеніміз натурал сандар, теріс сандар және нөл санының жиынын айтады. Белгіленуі z деп белгіленеді ағылшынның. Бұл жерде минус n деп тұрған минус 7, минус 8, минус 9 тағы сол сияқты шексіз теріс сандарды айтып отыр. Минус 2, минус 1, 0, одан кейін бірден бастап ары қарай натурал сандарымыз кіреді. Осы бүтін сандар жиынына. Енді қарама қарсы сан. Мынау екі бала екі жаққа қарама қарсы тұр. Мынау оң жаққа 5 бірлікке жылжыса, мынау минус 5 бірлікке жылжып тұр. Яғни 5 пен минус 5 сонда бір-біріне қарама қарсы. Анықтамасы: а санына қарама қарсы сан минус 1 көбейтілген а. Яғни минус а саны дегенді білдіреді. Сол сияқты мына жерде теңіз деңгейі, таудың жоғарғы жағы және таудың төменгі жағы. Яғни мына жерде теңіз бар деген сөз, иә? Таудың жоғарғы жағы оң сандармен белгіленеді, ал таудан төмен, яғни теңізден төменгі жақ, судың асты, ол теріс сандармен белгіленеді. Сол сияқты ауаның температурасы, яғни температура көрсететін біздің шкалалар. 0-ден төмен қарай минуспен белгіленеді, 0-ден жоғары қарай плюспен белгіленеді. Мына жерде бізде минус 3 градусты көрсетіп тұр, яғни суық деген мағынада. Мына жерде бізде минус 2,5. Мына үшінші термометрде 0 градусты көрсетіп тұр. Төртінші термометрде 1,5. Ол уже плюс деген сөз, жылыды. Соңғы термометрде 3 плюс 3 градусты көрсетіп тұр, яғни жылы деген сөз. Координаталық түзу санақ басы болатын 0 нүктесі және бірліккесінді таңдап алынған оң бағыты көрсетілген түзу. Оны біз бұрыннан білеміз, иә? Енді теріс сандар әрқашанда 0 санының сол жағында жатыр. Яғни біз сол қолымызға қарап айтамыз. Сол жағында теріс сандар 0 санының сол жағында жатыр. Ал оң сандар 0 санының оң жағында жатыр. 0 саны оң санға да, теріс санда да болмайды. Тапсырма: берілген сандарға қарама қарсы сандарды жазыңдар. Мысалы, 18-ге қарама қарсы сан, мінекей мынау минус 18. Минус 9-ға қарама қарсы сан, плюс 9, мінекей. Минус 100-ге қарама қарсы сан, 100. 19-ға қарама қарсы сан, минус 19. 0 саны бізге оң санға да, теріс санға да жатпайды деп айттық. Минус 81-ге қарама қарсы сан, 81. Келесі я және жоқ деп жауап беретін қорытындылау тапсырмалары. Минус 5 саны теріс сан екені рас па? Минус 4 және 4-тен 1 сандары қарама қарсы сандар екені рас па? Я немесе жоқ деп өздерің жауап бересіңдер. Тура сондай. Міне барлық мына сұрақтарға осы жердегі бүтін сандар екені рас па, қарама қарсы сан екені рас па, я жоқ деп өздеріңді тексеріп жауап бересіңдер. Координаталық түзуде 4 нүкте белгіленген А, Б, С, Д. Олардың координаталары дұрыс жазылған ба, дұрыс жазылмаған ба? А нүктесінің координатасы 2-ге тең дейді. А нүктесінің координатасы бұл жерде 2 емес, 1-ді көрсетіп тұр. Яғни дұрыс емес. Б нүктесінің координатасы минус 3 көрсетіп тұр. Ол міне минус 3-те тұр Б нүктесінің координатасы. С нүктесі минус 2 дейді. С нүктесінікі дұрыс. Д нүктесі минус 4 дейді, ал бізде Д нүктесі 3-ке 3. Яғни
бірінші д мен а нүктесінің координатасы дұрыс жазылмаған. Жақсы, осымен сабақ аяқталға. Сіздерге сәттілік. Қош сау болыңыздар.